Сәлем, балақай. Қал жағдайың қалай? Мен бүгін саған арнайы ертегі әңгімелеп беру үшін кітаптар әлеміне келдім. Менің кітаптар әлеміне келуімнің себебі де бар. Себебі мен саған бүгін кітап жайлы ертегі айтып беремін. Ал мен ертегімді бастайын. Сен тыңда. Ертеде бір Аслан деген бала болыпты. Ол ойын ойнағанды өте жақсы көреді. Бірақ кітап оқығанды ұнатпайды екен. Бір күні әжесінің кітапханасына кіріп, көне бір кітапты тауып алады. Ол кітаптың мұқабасы ерекше жарқырап, ішінен таңғажайып әдемі дыбыстар шығып жатады. Аслан қызығып кітаптың бетін ашып жібереді. Кітаптың бетін ашқан кезде айналасы өзгеріп, сиқырлы бір әлемге тап болады. Ол сиқырлы әлемде кімді кездестірді деп ойлайсыңдар? Алдынан сөйлейтін қоян шығады. Сәлем, Аслан. Сен біздің сиқырлы әлемімізге тап болдың. Бұл кітаптар әлемі деп қоян таныстырады. Бұл әлемге тек кітап оқуды жақсы көретіндер ғана кіре алады. Жүр, мен сені кітап патшасына ертіп апарайын. Деп қоян Асланды кітап патшасының сарайына апарады. Кітап патшасының сарайы өте кең, іші неше түрлі кітаптарға толы екен. Кітап патшасы Асланға былай дейді: егер сен кітап оқысаң, көптеген қызықты оқиғаларға куә боласың. Аслан кітап сарайын қызықтап, тамашалап, сол кітаптың көмегімен қайтадан үйіне оралады. Сол күннен бастап Аслан күнде кітап оқып, кешке қызықты ертегілерді тыңдайтын болыпты. Кітап оқысаң, білімді боласың. Ол сені жаңа әлемдерге жетелейді. Яғни, көптеген қызықты мағлұматтарды біліп, айналаңа да білімді адам ретінде қызықты боласың. Сондықтан да кітап оқуымыз керек.